Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге ана сүтін құнарландыру жөнінде айтатын боламын. Егер сізге жаңғақ сүт аллергия беретін болса, бұл тәсілді қолданбағаныңыз жөн. Алдымен бізге 2 жаңғақ, 1 орта кесе сүт керек болады. Жаңғағымызды қабығынан ашып, жақсылап майдалап турап аламыз. Егер де блендеріңіз болса, блендермен ессеңіздер де болады. Мендегі сүт қолдың сүті. Егер де сіздерде қолдың сүті болмаса, яғни сиырдың сүті проценті жоғары, 3,2%-тегі сүттер жарай береді. Осылай жақсылап майдалап езіп аламыз, видеодағыдай. Жаңғағымызды езіп болғаннан кейін сүтімізді тостаққа құйып аламыз. Тостаққа құйып болғаннан кейін жаңғағымызды үстіне салатын боламыз. Видеодағыдай қарап тұрғандарыңызды жасай бересіздер. Жаңғақ пен сүтімізді жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін отқа қоямыз. Бір қайнатып алғаннан кейін 5 минутқа астын баяу отқа қойып аласыздар. Жаймендеп 5 минут қайнатып аласыз. Яғни астын баяу қоясыз. Баяу отта осылай жаймендеп қайнатып аламыз. Жақсылап қарап тұрасыздар 5 минутта. Бұл бізге денсаулығымызға да өте пайдалы. Жаңғақта неше түрлі витамин бар екен білесіздер. Жасап көріңіздер. Міне біздің әдісіміз дайын болды. Яғни жаңғақ пен сүтті бірге қайнатып алдық. Міне дайын болды. Дайын болған сүтімізді жылы күйінде іше бересіздер. Ас болсын жасап көріңіздер. Пайдаңызға жарап жатса комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.